О, Лаура. Қалай? Көп күтіп бе? Ну да. Кешірім сұраймын. Почему кешіктің? Сколько можно күтуге? Ренжімеші, көлік кептеліс дегендей. Чё за кептеліс? А, пробка? Сен сияқты шала қазақтарға дәл осылай түсіндірмесек тағы болмайды. Қалың қалай? Супер. Лаура, не ғой? Екеуміз қашан үйленеміз? Уақыт болса біраз уақыт. Оның не асығысы бар? Әлі жас емеспіз ба? Қой, қайдағы жас? Келесі жыл маған 40. Әміре, қайдасың? Кел деп тұр ғой маған. Сәлем, достарики, қалайсыздар? Біздер Әміре екеуміз бауыртақ ресторанына келдік. Ужин ішіп жатырмыз. Біздер еще қуырдақ заказ берді, қараңыздар. Қандай аппетитне, дәмді. Күшті. Қазір мені жан күшті жерге апарады да, жан? Апарасың ойда, мені қыдыртасың ба? Күшті жерге апарады қазір мені жан. Менімен бірге болыңыздар. Бай-бай. Лаура, жетер енді. Осылай ішкен жегеніңді әлеуметтік желіге салуды қашан қоясың? Ұят емес пе, жасымыз бірталай болды. Что тут такого? Бір нәрсе болды ма? Екінің бірі салмайды ма? Мына кісіге қарашы. И что? Қарадым. Жағдайлары мәз емес. Кішкене ұят болар. Жоқ жерде ақылды бола қалмаш. Көрініп тұр ғой бейшарашка екені. Тыныш дейм, естіп қояды қазір. Ести берсін, маған бәрібір. Енді тыңда мені. Атам қазақ айтпай ма? Екі нәрседен шатаспа деп. Біріншісі мамандық болса, ал екіншісі жар таңдаудан қателеспе деген екен. Осындай қылығың әбден тойдың бар ғой. Қош бол. Не айтып тұрсың? Әміре!